Баршаңызға сәлем. Бүгін жасайтынымыз апельсинді пудинг торты. Бізге керегі 3 жұмыртқа, 3 жұмыртқаға 1 түйір тұз қосамыз. Миксермен араластырамыз. Одан 1 стақан қант, немесе 180 грамм қант. Миксермен тағы да араластырамыз. Ванилин қосамыз. 100 мг сұйық май, 100 мг сүт. Араластырамыз. Қопсытқышпен ұнды араластырып, сүзгіштен өткіземіз. Сүзгіштен өткізіп, 2-ге немесе 3-ге бөліп, жаңағы жұмыртқа қоспасына ақырындап біртіндеп қосамыз. Ұн қосқан сайын миксермен араластырып тұрамыз. Табамызға кішкене май құйып, жан-жағына жағамыз. Осындай шыны ыдысыңыз болмаса, кәдімгі противньге де істеуге болады. 20 диаметр немесе 22 диаметрлі. 170 градуста қызып тұрған пеште шамамен 40 минут пісу керек. Енді кремін жасаймыз. Ол үшін бізге керегі 700 мг сүт, шамамен 70-80 грамм қант, немесе жарты стақан, 1 ас қасық ұн, 1 ас қасық крахмал және 1 шай қасық ванильді қант. Араластырып отқа қоямыз. Отқа қойғандық астын бір қатты қойып алыңыз. 1 рет бүлкілдеп пісу керек. Одан кейін қайнап болғаннан кейін астын ақырындатып орташа отқа қойыңыз. Өзі қоюлай бастайды. Қайнап болғаннан кейін алып тастаңыз плитадан. Соңында 100 грамм сары май қосыңыз. Апельсинді пудинг. Ол үшін керегі бізге 2,5 стақан апельсин шырыны, 3 ас қасық қант, 2 ас қасық крахмал. Бәрін араластырамыз. Одан кейін плитаға қоямыз. Қатты отқа қоямыз. Бүкілдетіп, қайнағаннан кейін орташа отқа қоямыз. Қоюлығы осындай консистенция болу керек. Одан кейін суытып қоямыз. Бисквит суып болғаннан кейін тесеміз. Теспесе де болады. Одан кейін 300 мг сүт құямыз үстіне. Шамамен 2-3 минутта сіңіп кетеді сүт. Ол бисквиттің ылғалды және жұмсақ болуына әсер етеді. Кейін кремімізді үстіне құямыз. Кремді біркелкі жаямыз. Одан кейін апельсинді пудингті құямыз үстіне. Біркелкі жаямыз. Түрі осындай болады. 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Сол уақытта әдемілеп сіңеді. Одан кейін алып шығып, кесіп, апельсин кесінділерімен әшекейлеп столға қойыңыз. Шайларыңыз дәмді болсын. Осындай әдемі пудинг шығады.